Махамбеттің абақтыдан қашқанын естіген Жәңгір өте ызалы болды деседі. Өйткені ақын Исатайға қосылатын еді. Ол ханның Исатайдан қорыққаны ма? Жәңгір хан бір батырдан қорықса ол хан ба? Жәңгір халықтың бірігіп бас көтеруінен қорықты. Исатайдың батырлығы, қасындағы жігіттері және Махамбеттің өткір тілі бұның қауіпті екенін Жәңгір сезді. Ал Махамбет ше, ол аман есен жетті ме? Махамбет қызуғанды жігіт еді. Ол тоқтамастан шапты. Бірақ бұл хан ордасының тұлпары. Бұл кім болды екен? Мына жігіт тірі. Ханның бөрейті. Жаныңмен қоштас. Аттың иесінен. Батыр, мынау хан ордасының адамы. Атты қайдан алдың деп, аттың иесінен сұра. қаншасыңдар? Әлі адамымыз аз. Сенде 1000-нан аса жігіт бар деп еді. Өтірік екен ғой. Әлде маған сенбейсің бе? Бізде 200-ге жуық жігіт бар. Ауылдардан біртіндеп келіп жатыр. Аз ол. Махамбет, менің жігіттерім ханның тиын тебен үшін күреспейді. Бұлар туған жер үшін жанын қиюға дайын. Жәңгірдің 1000-даған ит күшіктерінен артық. Аң аулап жүредім. Бір әйелдің шыңғырған дауысын естім. Шауып келсем, Жәңгірдің 2 адамы ана елдің дүние мүлкін далаға лақтырып жатыр. Әйелдің 2 баласы жылап тұр. Олардың ата-бабасы сол жер үшін қан төккен. Ал ханның оңбағандары оларды өз туған жерінен қуып жатыр. Мына жігіттердің әрқайсысы осындай жағдайдың талайын көрген. Сондықтан күмәнің орынсыз, ақын бауырым. Батыр, Жәңгірден хат келді. Адам жіберіпті. Хабаршыны не істейік? Зынданға таста. Хатқа жауап берейік. Ас су беріңдер оған. Сонымен ақын, сен ғой сөз шебері. Хатқа қалай жауап береміз? Жәңгір сені хан ордасына кел деді. Иә. Барсаң білесің не болатынын. Енді ол белгілі ғой. Онда өзің келді. Иә, өзің келді. Бірақ өткірлеу, батыл айту керек. Ұлы мәртебелім, Исатай шақыруыңызды алып келіп қалса, онда мүмкін сол жерде ата-бабаларына. Сосын, Исатайды Жәңгір хан қонаққа шақырып өлтіріпті деген сөздің маған қажеті жоқ. Онымен бір келісімге келу қажет. Енді оған әне, Махамбет те қосылыпты. Мен ханмын. Мұндай арам жолмен жүрмеймін. Тақсыр, Исатай күш алып барады. Менің естуімше оның қарамағында 1000-ға жуық жауынгер бар деседі. Исатай ол намысты батыр. Оған жағдайды түсіндіру керек. Қалауыңыз білсін. Бірақ ол уақыт өте билікке ұмтылады ма деп қорқамын. Осы сен не білесің? Сен менің шаруашылықты басқарушы адамымсың. Исатай ертеден ата-баба жолмен келе жатқан батыр. Оған алтынның да, билігіңнің де қажеті жоқ. Ол... Тақсыр, хабаршы жаңа келді. Исатай жауап беріпті. О, хан ием, дала халқы ханды қанына қарай таңдайды.
бірақ сіне қарап сынайды. Қазір елімнің ханы сен. Алайда сенің халқымызға, жерімізге деген көзқарасың бізді қатты шаршатты. Хан жер иесі емес. Жер қазақтікі екенін ұмытпа. Жер жалға берілмесін. Халық өз жерінде емін-еркін еңбек етіп, жан бақсын, малын өсірсін. Осын ойла, шақыру хатыңды алдым. Ренжіме, бара алмаймын. Одан да өзің кел, қонақ бол. Игі ниетпен Исатай Тайманұлы. Қарауыл қожаны шақырмаған. О, шайқас! Ең қызығы сол ғой, айта беріңіз ата. Қарауыл қожа деген кім? Рет-ретімен балалар, асықпаңдар. Сонымен, қарауыл қожа